Ассалаумағалейкум достар. Достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз арзан көліктерді түсіретін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ал біз шығарылымды бастадық. Kia Rio, яғни алдыңғы мынандай торлар решеткасы әдемі көрінеді, енді оған әңгіме жоқ. Жалпы жай дисклерде бетіне қалпақ кигізілген. Көліктің ішіне назар аудара кетейік. Көліктің іші матадан жасалған, көлік механикада. Жалпы көлік 2015 жылғы 1.4 қозғалтқышының көлемі 135 мың км жүрген, алдыңғы жетекті 4.790 мың теңгеге. Ақ түстісі. Арқасын түсіре кетейін. 2015 жылғы Kia Rio'ның. Мынау көлік бізде тағы да бір Renault Logan. 2015 жылғы ақ түсті. Жай дискі, бетіне қалпақ кигізілген, үстінде рейлингі бар, яғни жүк артқышы бар. Рейлинг демейді, бұның енді жүк артқышы бар, орнатылған арнайы. Жалпы көліктің іші матадан жасалған, механикада. Газ бензинмен жеткен, 1.6 қозғалтқышының көлемі 121 мың км жүрген, 3.410 мың теңге. Келесі Lada Kalina 2014 жылғы, мынандай қоңыр түсті екен. Мыналарды енді полировка жасау керек, сызылып кетті беті. Титанды диск емес, бетіне қалпақ кигізілген жай, арқасы мынандай универсал. Көліктің іші қапталған, демек, егер алғалы бері қапталған болса, салонның жағдайы жақсы болу керек. Орындықтарының көлік 299 мың км жүрген, почти 300 мың, дерлік 300 мың км жүрген, алдыңғы жетекті 1.6, 2.590 мың теңгеге. Мынау көлік бізде Suzuki 2005 жылғы көлік. Suzuki Liana, қалай болады? Жалпы көліктің іші матадан жасалған, көлік механикада. Жалпы ішкі жағдайын қарайтын болса, қатты ескірген деп айта алмаймын. Бензинмен жүреді көлік, 221 мың км жүрген. Қозғалтқышының көлемі 1.6, алдыңғы жетекті, механика 2.590 мың теңге. Suzuki Liana. Lada Largus. Беті енді титанды баллондар емес, беті қапталған қалпақпен, қалпақ кигізілген баллондарына. Жалпы үстінде рейлингтары бар, сұр түсті көлік. Көліктің жағдайы жақсы екен көрініп тұр. Бір сырттан қараған кезде жалпы ішкі жағдайы да жаман емес, іші матадан жасалған көліктің. Көлік 2018 жылғы 106 мың км жүрген екен, қозғалтқышының көлемі 1.6, алдыңғы жетекті, бағасы 4.690 мың теңге. 2018 жылғы Lada Largus. Келесі көлікке өтейік. Келесі көлік бізде Toyota Avalonның ескі шанағы. 98 жылы шығарылған екен бұл көлік. Оқты, мықты. Несі жоқ. Титанды дисктерде көлік. Қозғалтқышының көлемі 3.0 екен бұл көліктің. Іші велюрден жасалған. Оң рульді. 750 мың км жүрген, Toyota ғой енді. 750 мың жүрген, 2.590 мың теңгеге. Автоматта. Жалпы сыртқы жағдайын қарайтын болсаңыз, жақсы жағдайда сияқты көлік.
геометриясы да жаман емес. Nissan Almera 6 миллион 600 мың болып кеткен ба не? Онда түсірмей қояйық. Chevrolet Cruze ақ түстісі, титанды дисктерде. Ақ түстісі. 2014 жылғы, ішін түсірейік. Іші матадан жасалған, жақсы жағдайда іші. Механикада екен көлік. 2014 жылғы 1.6. Алдыңғы жетекті 126 мың километр жүрген, 4 миллион 490 мың теңге. Бұл көлік бізде Volkswagen Passat 2002 жылғы қара түсті титанды дисктерде. Алды боялған. Краскалар жарылып кетіпті алдында. Жалпы көлік мүмкін менде қазір толщиномер жоқ. Мүмкін бүкіл барлығы боялған болуы мүмкін. Так. Көліктің іші былғардан жасалған. Жүргізуші жағы кішкене нашарлау екен, ал жолаушы жақтары жақсы жағдайда. Үстінде бүлігі бар. 2002 жылғы 1.8 қозғалыс көлемі 265 мың километр жүрген, 2 миллион 390 мың теңге. Мүмкін расында 260 мың ғана жүрген болуы. Барлығын сервиске барып көріп тексеру керек. Достар, келесі көлік бізде BMW 5 санатындағы титанды дисктерде, арты тонировка жасалған. Іші көліктің матадан жасалған екен. Көлік 2001 жылғы 525, яғни қозғалышын көлемі 2.5. 265 мың километр жүрген, бірақ қаншалықты рас өтірік білмеймін. Оның барлығын тексеру керек. Менің ойымша өтірік сияқты. Артқы жетекті бағасы 3 миллион 990 мың теңге. Егер расында қозғалыс жүрілген 265 мың болатын болса, енді бұл көліктің жағдайы жақсы деп ойлаймын. 260 мың километрдің ішінде 2001 жылдан бері. Тағы да бір көлік бізде ВАЗ Гранта, яғни Лада Гранта. Яғни седан санағанда ақ түсті титанды дисктер емес, жай дисктер, бетіне қалпақ кигізілген. Бұлардың іші матадан жасалған болады. Алдыңғы екі терезесі электронды ашылып жабылады екен, яғни комплектациясын осыдан десек болады. Көлік 2019 жылғы 1.6, 96 мың километр жүрген. Алдыңғы жетекті 490 мың теңге. Ал достар, осымен арзан көліктер шығарылымына тәмам етті. Егер мынауымызды лайк басса, WhatsApp, әлеуметтік желілерінде достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.